субсидия жеткілікті ма, оның барлығына төлейтіндей? Былтырғы жылмен есептеген уақытта 33 миллиард теңге ақша жетпей қалды субсидиядан. Сіз бұл статистикамен келісесіз бе? 2 миллионға жуық ірі қараны жаңағы кеміттік. Өтіріктің көлеңкесінде жүріп кімдер пайда тапқысы келді? Өте жақсы сұрақ. Біздерде ешқашанда субсидиялар мысалы алдын ала төленбейді. Ет тапшылығы бар ма шынымен? Бүгін бітіп қалды, бүгін ет келмей қалды деген естіп отқан жоқсыздар. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Қытайдағы еттің бағасы күрт өсті. Біздің есеппен келген уақытта қазір 5000 теңге болды. Біздің етіміз болсын, біздің сүтіміз болсын, барлық өніміміз, біздің астығымыз болсын, барлығы өте сапалы. 2026 жылы мемлекет басшысының тапсырмасы 100% орындалады. Орындалады. Былтыр Ақтөбе, Қостанай, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан және Шымкент қалаларында 5 жоба бойынша қаражат мүлдем төленбеген деген ақпарат шықты. Жылдың аяғы келіп қалды, сондықтан ақшаны аударып жібер. Артынан ондай жоқ бізде. Елімізде тауық етіне деген импорт қаншалықты қазір? Бұл тәуелділікті біз 1-2 жылдың ішінде біз жабамыз. Бұл тұрғыда білгеніміз 19, білмегеніміз 99 қойға. Бұған дейінді осы 5 рет ветеринария саласына реформа жасаған екен. Елімізде тере өңдеу мәселесі ақсап тұр. Келісесіз бе? Келісеміз. Шегіртке, кесіртке және басқа да зиянкестердің мәселесі күн тәртібіне күрт көтеріледі. 2 миллионнан жоғары гектар өңделеді деп отырмыз. Ветеринар мамандардың бүгінгі жағдайы қалай болып жатыр? Ауылға барып жұмыс жасайтын ветврачтың айлығы 207 мың теңге. Елімізде түйе шаруашылығы неге кенжелеп тұр? Түйе шаруашылығында біз кежелеп қалды деп айта алмаймыз, өзі дамып келе жатыр. Арма алаш жұрты, қадірлі көрермен, назарларыңызда Ауыл шаруашылығы министрлігінің ресми YouTube каналы Агротолк сұхбат алаңы. Оның жүргізушісі мен, журналист Қайнар Жұмағожа. Достар, біздің сұхбат алаңында өткір сұрақтарға жүйелі жауаптар һәм салмақты сараптамаға толы. Тек сәл уақытыңызды бөліп, сұхбаттарымызды көріп, лайк деп тапсаңыздар, лайктеріңізді басып отырсаңыздар. Себебі сіздердің басқан löпіл қалдырған пікірлеріңіз қадамымызға қанат байлап, шабытымызға шабыт қосары ақиқат. Ендеше көп сөйлеп созбайық, әдептен озбайық. Бүгін бізде айрықша тақырып талқыланатын болады. Ол үшін студияға шақырылған арнайы қонағымыз да бар, таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы вице-министрі Аманғали Бейсенбайұлы Бердалин мырза келіп отыр. Аманғали Бейсенбайұлы, ассалаумағалейкум. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Рахмет. Енді ең біріншіден алтын уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келіп, сұхбат беруге келіскеніңіз үшін алғыс білдіреміз аға. Жалпы қазақ қашанда өзіңіз білесіз, малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы дейтін текті халық. Бұл тұрғыдан қарағанда сіз жетекшілік етіп отырған ауыл шаруашылығы саласының ішіндегі ең бір көркем, кең, ауқымды саланың бірі де бірегейі мал шаруашылығы. Бұл енді әрбір исі қазақ үшін қасиетті де қастерлі екенін де жақсы білеміз. Сондықтан сізге дайындалған сұрақтарымыз өте көп, актуалды сұрақтар. Енді сол сұрақтарға бұл енді менің ғана емес, қараша халықтың, оның ішінде мал шаруашылығымен тікелей айналысып жатқан азаматтардың көкейінде жүрген көптеген сұрақтарды біз жиып теріп өзіңізге алып келіп отырмыз. Бір сүбелі сұхбат, нәтижелі сұхбат болады деген сенімдеміз аға. Енді уақыт тоздырмайық, ең бірінші әңгімемізді мынадан бастайықшы. Жалпы қазіргі таңда Қазақстанда мал шаруашылығының дамуы қай деңгейде жүріп жатыр? Сұрағыңызға рахмет. 2025 жылға 1 қаңтарға келетін болсақ, 7,8 миллион ірі қара малымыз бар. 20 миллионнан астам қой малымыз бар. Және 281 бір мас бізде түйе бар. 45 мың бас біздің құсымыз бар. Және 4,2 миллион бас жылқымыз бар. 470 мыңға жуық шошқа мал бар. Жалпы ол есепке келетін болсақ, жылма жыл малдың орташа есебі
5-6% өсім қамтамасыз етіп отыр. Сүттің өнімі өндіруіміз 3,5 миллион тонна сүт өндіреміз. Ол біздің өзіміздің қамтамасыз ететін мүмкіндік бар, 2,5% қамтамасыз етеміз. Және жұмыртқа өнімі ол 4,4 миллиард дана жұмыртқа шығамыз, онда 3% біз өзімізді қамтамасыз етеміз. Яғни айтқанда біз ет өнімменен қай түрі болса да сүт өнімінің, жұмыртқа болсын, барлығымен өзіміз қамтамасыз етіп отырмыз. Енді жақсы, оның қазір жеке-жеке сұрақтарға тоқталайық. Бұл төңірегінде тағы біраз сізге қойылатын сұрақтарымыз бар. Енді өзіңіз білесіз, мына мемлекет басшысының тапсырмасымен биылғы жылы бір көктемгі егіс және күзгі орақ науқанына бұрын соңды болмаған рекордтық қаржы бөлінді, 700 миллиард теңге. Енді осы төңірегінде мал шаруашылығын дамытуға мемлекет тарапынан қандай қолдаулар көрсетіліп жатыр? Біздер мал шаруашылығына келетін болсақ, жаңа өзіңіздер айтып отырсыз, біздер біріншіден айтуымыз керек. Мынау 700 миллиард сом ақшаны бөліп жатқанда, ол мынау егіндік науқан жұмыстарына емес. Егіндік жұмыстардың науқаны ол мал шаруашылығының азығы дайындалады, өздеріңіз білесіздер. Егерде сол біздер осыдан бір 4-5 жыл бұрын ғана сол 140 миллиард теңгемен ғана осы көктемде жұмыспен егіс науқандарын өткізіп отыратын болсақ, бүгінгі таңда біздің президентіміздің тікелей тапсырмасымен үкімет 700 миллиард теңгеге дейін оны ұлғайтып отыр. Бұл деген не? Бұл технология сақтау. Технология сақтау деген сөз біздердің қазір тыңайтқышты енгізетін болдық. Біз сапалы тұқым сатып алуға мүмкіндік алдық. Біз арзандатылған дизель отынды сатып алуға мүмкіндік алдық. Біз пестицидтерді 60%-ға жаңа тыңайтқыштарменен арзандатылған алуға мүмкіндік алдық. Яғни айтқанда бұл технология сақтау, технология сақтау деген сөз өнімді көп алу. Өнімді көп алу деген сөз ол мына өзіндік құнын азайту деген сөз. Яғни айтқанда былтырғы алынған рекордтық біздің урожайымыз 26 миллионнан астам урожай. Ол биыл қыстың күні біздің мал азығымызға өте жаңа тиімді болды бағасы. Соған байланысты биыл өте жақсы қыстан шықты. Қоңды шықты. Және біздер осы тұрғанда жақсы көрсеткіштер төле алып жатырмыз. Оның бәрін бір салыстырғанда. Егерде нақтылап енді мал шаруашылығына келетін субсидия болатын болса, ол былтырғы жылы біздер 99,4 миллиард теңге мал шаруашылығына субсидия алынғанбыз. Биыл ол 5%-ға өсті, 104 миллиард теңгеге біз субсидия мал шаруашылығына төлеп отырмыз. Субсидия қай бағытта төленіп жатыр? Бұл біздерде малдың сатып алатын болсақ, малды, онда содан бастап төленеді. Мысалы, әр бас малға мысалы, егерде ірі қара сатып алатын болсақ, онда 150 мың теңгеден басталады. Қой малын сатып алатын болсақ, онда өзінің 15 мың теңгеден сатып болады. Яғни айтқан сатып алғаннан бастап әрмен қарай жалғаса береді. Ол селекциялық жұмыстар бар. Оған төлейміз. Егерде ол малды алып барып, жаңа тауар өндірушілер өсіріп жатқан алып барып, жаңағы бордақылау алаңы, я болмаса ет өңдеу комбинаттарын тапсырса, әр килограммына 200 теңгеден төлейміз. Жем өзінің шөбіне төлейміз. Жаңағы кейбір біздерде жаңағы өңірлер сондай жаңағы нені төлеп отыр, субсидияны. Яғни айтқанда трактор алатын болса, шөп шабуға, оның 25%-ын инвестиционный субсидиясын төлейміз. Жеңілдетілген жармай береміз, жаңағы мал азығын дайындауға. Яғни айтқанда бүкіл қандай спектр бар, соған төлейміз. Сүтке сатып атқан, алып атқан, өндіріп атқан барып жаңағы нені өңдейтін жерге тапсырса,
оған байланысты 45 теңгеге дейін төлеп отырмыз. Егер де түйенің сүті болмайтын болса, қымыз өндіріп оны тапсырса, оны 55 теңгеден төлеп отырмыз. Яғни айтқанда бүкіл сферадан біз осы субсидияны ауыл шаруашылық саласына төлеп отыр деп айтуға болады. Енді ол субсидия жеткілікті ма? Оның барлығына төлейтіндей қаржы бар ма? Бағана 102 миллиардты айтып отырсыз, сол соншалықты жете ме барлығына? Біздерде жасыратын жоқ. Біздерде былтырғы жылмен есептеген уақытта 33 миллиард теңге ақша жетпей қалды субсидияны. Бірақ қазір биылғы жылдың есебінен төлеп салдық. Сосын тиісті өзіміздің бюджеттік өтінімдерімізді министрлікке қаржы тапсырып, қазір сол қаражатты қосымша береді деген үміттеміз. Жақсы. Енді мына ауыл шаруашылығындағы жалған статистиканың жырын сіз де жақсы білесіз, біз де жақсы білеміз. Осы тұрғыда мына өтірік өрге бастырмайды ғой. Дегенмен ресми ақпарат көздерінде ірі қара мал саны деректермен дәйекпен салыстырғанда 20%-ға дейін алшақтық байқалады дейді, шынайылық пен жалғанның арасында. Сіз бұл статистикамен келісесіз бе? Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров жұмысқа тағайындалғаннан кейін бұл мәселеге үлкен мән берді. Жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп мал санағын өткізіп, соның есебінде түзетулер жасалды. Бірінші қаңтар 2025 жылға, 24 жылға біздер 2 миллионға жуық ірі қараны жаңағы кеміттік, сүтті кеміттік, өсімдік, картоп өздеріміз өсіріп жатқан оларды кеміттік. Яғни айтқанда барлық статистиканы өзіміз қайттан санаққа байланысты өзгертіліп нақтыладық. Демек келісесіз 20% алшақтық бар дегенмен. Келісеміз. Жалпы енді бұл жалған статистика кім үшін керек болды? Өтірікті көлеңкесінде жүріп кімдер пайда тапқысы келді? Бұл жерде мен ойлаймын, біріншіден біздерде мынау есептің өзі, мынау статқа келетін болатын болсақ, бірінші қаңтарда алынады, сосын екінші есеп бірінші шілдеге алынады. Екеуінің ортасында шығып жатқан малдар ол есепке алынбайды. Ол екі ортада үлкен малдың қозғалысы болады. Біреу сатады, біреу малын сояды, біреу басқа тіршілік жасайды деген сияқты. Ол бір. Екіншіден, бұл жерде бір әдейі істеп тұрған ештеме жоқ. Себебі араланатын субсидиялар ол нақты біздерде төленеді. Біздерде ешқашанда субсидиялар мысалы алдын ала төленбейді. Сен өзің мысалы техниканы сатып алсаң, сол техника сатып алғаннан счет фактураны бергеннен кейін барып біздер олардың ақшасын төлейміз. Егер де сіз жаңағы тыңайтқышты сатып алсаңыз, содан кейін барып біз сатып алғанға барып төлейміз. Егер де сіз сүт тапсырсаңыз, сіз сүттің тапсырғанға аласыз. Сіз етті тапсырсаңыз, 200 теңгені тапсырған қаласыз. Яғни айтқанда бұл субсидияға ешқандай әсері жоқ. Сондықтан бұл жалпы осы біздің мынау статистикадағы методикалардың ортасында кетіп жатқан кемшіліктер болады. Бұл жерде ешкімге өтірік алдағаннан бір пайда түсетіндей жағдай жоқ. Жақсы. Енді айтпаса сөздің ата сөйледі ғой аға. Бүгінде елімізде мына ет тапшылығы байқалады деген ақпаратты өзіңіз де көрген шығарсыз, әлеуметтік желілерде есіп жүр. Қаңқу сөздің рас өтірігін өз аузыңыздан естісек, ет тапшылығы бар ма шынымен? Бізде өздеріңіз білесіздер, жалпы 2004 жылдың қорытындысы бойынша 1,2 миллион тонна ет өндірілді. Оның ішінде 429 мың тонна ірі қара еті, 130 мың тонна қой еті өндірілді. 358 мың тонна құс еті өндірілді. Басқасын айтпай-ақ қояйын. Сондықтан оның барлық бізде жеткілікті. Өзіміз қамтамасыз ететіндей мүмкіндік бар қай еттен. Бұдан басқа біздер өзіміз былтырғыдан қараған уақытта ірі қараны 22 мың тоннадан астам экспортқа 8 мемлекетке шығардық.
және біздер 17 мың тонна қойдың етін 12 сыртқы мемлекеттерге шығардық. Экспорт бізде 1,5 қой бойынша, 2,2 бойынша, 2,2 есе біз ірі қара есебінде ірі қараның етін экспортқа көбейттік. Яғни айтқанда экспорттың шығаруымыз деген сөз өзіміздің ішкі нарыққа жететіндей ет бар деген сөз. Біздерде 249 бордақылау алаңымыз бар. Онда 358 мың бас бір мезгілде бордақылауға мүмкіндік бар малды. Бүгінгі таңда соның 172 мың басы бордақыланып жатыр, яғни айтқанда 40%-дан жоғары бүгінгі таңда бізде бордақылауда ірі қара бар. Сосын біздер енді өздеріңіз көріп отырсыздар, күнделікті біздер оның мынау ветеринарный біздің өзіміздің комитетіміз бар. Соныменен әр малдыға, сойылған малдың біздер неше бас сойылып жатқан екен, қаншама тонны келіп жатқан екен, оның бәрін мүмкіндік бар бізге қарап отыруға. Сондықтан оның бәрін көріп отырмыз. Еттің тапшылығы көрінбейді. Қай базарға барсаңыздар да, қай жерге барсаңыздар да еттің бүгін бітіп қалды, бүгін ет келмей қалды деген естіп отқан жоқсыздар. Сондықтан біздер бүгінгі таңда көріп отырмыз, ешқандай оны анализ жасап отырмыз. Былтырғы қалыптағы еттің шамасынан қарағанда қайта биыл шамалы көптеу ет сатылып жатыр. Сондықтан бүгінгі таңда біз айтылмаймыз ет жоқ деп. Мәселе бағасына келетін болсақ, ол енді жалпы қай жерде мына Өзбекстан қарайтын болатын болсақ, қасымыздағы бізге неғұрлым көп экспорттап отыратын елді мекендерді айтып отырмын да, сыртқы елдерді. Мына Таджикстандарға қайтатын болсақ та, қазір мынау Қытайда да, былтыр Қытайда баға төмен болды. Сондықтан біздің мынау экспортерларымыз Қытайға 64 жаңағы тонна етті шығарды. Себебі біздерде Қытайға экспортты шығаруға ешқандай шектеу жоқ. Біздің ояққа жаңағы өзіміздің ветеринарлық қауіпсіздігіміз сондай жағдайда олар біздердің қазір етімізді қабылдауға ешқандай шектеу қойған жоқ. Сондықтан біз алып барып жатырмыз. Баға болған жоқ ояқта. Қазір келетін болсақ, оның бағасы, Қытайдағы еттің бағасы күрт өсті. Біздің есеппен келген уақытта қазір 5.000 теңге болды ояқта. Осы тұрған уақытта біздің жаңағы етті шығаратын экспортерлар Қытайға қазір етті қайттан шығаруды жаңағы көбейтті осы тұрған уақытта, осы 2 айдың ішінде. Яғни айтқанда ол рынок қай жерде баға жоғары болатын болса, соған сәйкес енді осы ішкі рынокта шамалы өзінің өсім байқалады. Бірақ енді былтырға келетін болатын болсақ, 2024 жылға келетін болсақ, біздер 7,8% ғана жаңағы еттің бағасы өсім берді. Ол көп емес деп есептеймін. Сондықтан ол нарық шешеді, ал еттің тапшылығы ешқандай мүлдем жоқ деп айтуға болады. Жақсы. Енді әңгіменің ауаны экспорт жайында болып кетті ғой. Жалпы соңғы жылдары қандай нарық көздері қосымша ашылды? Жалпы біздер эпизоотиялық жағдайға келетін болсақ, ветеринария саласында соңғы 3 жылда біздердің жаңағы 49%-ға дейін төмендеді аурудың, жаңағы аса қауіпті аурулардың тіркелу. Ол не береді? Ол мынау дүниежүзілік біздерді қарап отыр. Сондықтан дүниежүзілік мынау бізде малды қорғау ұйымы бар. Сол біздерді қарап отырады, сол біздерді күнделікті мониторинг жасап отырады. Біздің ситуациямыз жақсы болғаннан кейін біздер қазір соңғы уақытта Қытай бізге нарығын ашты 2024 жылы январь айында. Февраль айында
Россия ашты өзінің нарығын шығаруға. Қазір біздер бұны көбейтіп жатырмыз. Осы тұрған уақытта Грузияны біздер биыл нарығын аштық. Одан басқа бүкіл шектеулерді Турция алып тастады, бүкіл шектеулерді Беларусь алып тастады. Яғни айтқанда біздің эпизоотиялық жағдай сенім көрсетеді басқа елдердің бізге экспорттың ашқанына. Сондықтан біз жылда өзіміздің жаңа экспорттың әлеуетін арттырып жатқанымыз да сол жаңа 2 есе деген сөзіміз. Біздің елдер көптеу ашылған мүмкіндік берген сайын ветеринария біздің бағада саған біздің тауар өндірушілер сыртқа шығарғанда өте жоғары бағамен шығады. Мысалы біреу айтайық $5 беретін болса, екінші $8 береді, үшінші мысалы ел $10 береді. Сол мысалы қазір Грузияда еттің бағасы $10-дан төмен емес. Сондықтан біз ашқан сайын ветеринария служба біздің тауар өндірушілер сыртқа шығаруға жоғары бағамен мүмкіндік алады. Сондықтан бұл жұмыстар біздерде әрмен қарай жалғаса береді. Үкімет тарапынан үлкен көмек бар. Бұны айтып кетуіміз керек міндетті түрде. Былтырғы жылы Олжас Бектеновтың тікелей тапсырмасыменен бізге ветеринарный службаға 3,8 миллиард сом ақша ветеринарный оборудование алуға бізге бөлінді. Ол 14 жылдан астам біздерде ветеринария лаборатория ешқандай оборудование алмаған. Енді 163 біздерде тек қана зерттеу жүргізетін болатын болсақ, қазіргі мына алған оборудованияның есебінен біздер 347 исследование жасауға мүмкіндік бар. Жалпы 360-тан жоғары исследование жасауға мүмкіндік береді дүниежүзілік лабораториялар. Яғни айтқан былтырғы алған біздің лабораторияларымыз, соның жаңа алған құралдарымыз өте мықты соңғы үлгідегі лаборатория. Олар бізге неге керек? Өздеріңіз білесіздер, мынау сырттан біздерге кәсіпкерлер айтады, мынау арзан өнімдер келіп жатыр дейді. Болмайтын болса айтады, сапасыз өнімдер келіп жатыр дейді. Осының бәрін тоқтату үшін біздер тек өзіміздің ветеринарының біздің служба, бұл жаңа бизнестің жағдайын қарап отыратын служба емес. Біздердің жалпы біздің Қазақстанның ветеринариясы ол азық-түлік және биологиялық қауіпсіздіктің негізі. Сондықтан біздер баға қарамаймыз, біз сапасын жіберуіміз керек, жақсылап тексеруіміз керек. Сол осы оборудование сондай мүмкіндік берді. Қазір біздерде егер сапасы келетін дүние болатса, біз оны қарап, мынау ет болатын болса, еттің ішінде соңғы 20 күннің ішінде қандай антибиотикпен екті ол малды. Сол еттің ішінде құрамында қаншама миллиграмм антибиотик қалып қойған дегенге дейінгі мүмкіндік бар осы оборудованияларын беруге. Яғни айтқанда қайтаруға. Келіп жатқан жаңағы сапасыз дүниелерді. Сондықтан осының бәрін жаңа бір сөзбен айтқан уақытта осының барлығы бір үлкен ветеринарияға деген сенім білдіреді. Ветеринария саласы егерде дамыса, онда мал шаруашылығының саласы дамиды, және өйткені оның экспорттық әлеуеті артады, және өзінің мал шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлер өзінің өнімін үлкен бағамен өткізуге мүмкіндік болады. Ал енді мына өзіңіз айтып отырсыз, ветеринария саласының қазіргі дамып келе жатқандығы төңірегінде сырт мемлекеттердің біздің азық-түлік өнімдеріне деген қызығушылығының артып жатқандығы, оның ішінде бағана ветеринарлық тұрғыда қауіпсіз тағамдар екендігінде, бұл тұрғыдан қарағанда қазір сыртқы экспортқа деген біздің сұраныс қаншалықты болып жатыр біздің тарапымыздан? Егерде өздеріңіз білесіздер, дүние жүзі қазір сапалы қайбір өнімге де зәру. Өздеріңіз білесіздер. Ал біздің шығып жатқан қай өнім болсын, біздің етіміз болсын, біздің сүтіміз болсын, барлық өніміміз, біздің астығымыз болсын, барлығы өте сапалы.
Өздеріңіз білесіздер. Сондықтан соған байланысты біздер мынау Европа елдері соның одағының өзі қазір біздің өнімдерге жол ашып жатыр. Мысалы былтыр біздерге осы Евроодақ бал өнімдеріне рұқсат берді. Қазіргі уақытта Европа одағы біздің жылқы етіменен өзіміздің аквакультурамызды жаңағы балық өнімдерін қарап жатыр. Біз жылдың аяғына дейін осы екі позицияны ашамыз деп отырмыз. Бұған дейін біздер өзіміздің жаңағы балық өнімдерді жаңағы экспорттап атқан жайымыз бар. Ол мынау үлкен өзендерде аулап алған жаңағы балықтарды өндіреді. Енді қазір аквакультураға, то есть өзіміздің өсірген балықтарды жаңағы мүмкіндік болады. Яғни айтқанда ол мына Евроодақ болсын, басқа жаңағы ел болсын, ол өзінің сапалы өнім кіргізгісі келеді өзіне. Соған байланысты біздерменен келіссөз жүргізуге олар дайын. Біз соны пайдаланып жүргізіп жатырмыз. Сосын сол өзіміздің рыногымызды үлкейтіп жатырмыз деп айтуға болады. Тамаша. Енді мына Солтүстік Қазақстан облысының тәжірибесін тираждау бойынша қазір үлкен ауқымды жұмыстар жүргізіп жатқанын жақсы білеміз. Осы тұрғыда сүт тауарлы фермалар қазір біздің еліміздің түкпір-түкпірінде бой көтеріп жатыр. Соның бір дәлелі ретінде мына 2023 жылы ресми ақпарат, енді бұл 39 сүт тауарлы фермасы пайдалануға берілген деген ақпарат шықты. Жалпы бұл аққа деген ішкі сұранысты қаншалықты қанағаттандырып отыр? Бұл қаяқтан, Солтүстік Қазақстан облысының тәжірибесі деген қаяқтан шыққан затын біріншіден айтып кетейін. Біздер Қазақстан жылына 570 мың тонна сүт өнімдерін экспорттаймыз. Бұл, яғни айтқанда, орташа есеппен айтқанда 140 миллиард теңгеге экспорттайтын едік. Сондықтан біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев үкіметке тікелей тапсырма берді. Бұл жылда бұндай жаңағы экспорттық өнімге тәуелді болмау үшін біз өзіміз 117 сүт тауарлы ферма салуымыз керек. Яғни импорттық тәуелдіктен кету керек деп. 117 ферма қазір салып жатырмыз. Ол 650 мың тонна бізге сүт береді. Бүгінгі таңда жаңа жоғарыда өзіңіз айтып кеттіңіз. 2023 жылы біздер 69 ферманы құрылысын бастадық. Соның былтыр 39 фермасы салынып іске қосылды. Биыл соның қалған 30-ы іске қосылады. Одан басқа 24 жылы біздер 16 сүт фермасын 79 мың тонна беретін бастадық былтыр құрылысын. Оның биыл 12-сін іске қосамыз. Бұдан басқа биыл 25 жылы 25 тағы да тауарлы фермаларды бастап жатырмыз. Енді негізін есептеген уақытта біздер осы жаңағы айтылған фермалардың саныменен біздер 650 мың тоннаға тәуелді сүтті беріп, сыртты тәуелділіктен құтыламыз. Яғни тәуелділіктен толық құтыламыз. Яғни өзімізбен өзіміз бүкіл жаңағы қандай сүттің түрі болатын болса, соның барлығын шығаруға мүмкіндік болады. Осындай жұмыстар жасап жатырмыз. Ол біз айтып отырмыз, биылғы жылдың аяғына 487 мың тонна сүт мемлекет басшысының тапсырмасына басталғаннан кейін, берілгеннен кейін 23 жылдан бастап бүгінге дейін сондай 500-ге жуық тонна уже сүт биыл береміз. Қалған жаңа айтып отқан 150-дан астам сүтті ол келесі жылдары беріп іске қосамызды, қалған сүтті фермаларды солменен берген тапсырманы орындаймыз. Яғни 2026 жылы мемлекет басшысының тапсырмасы 100% орындалады. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Солтүстік Қазақстан облысының тәжірибесі бойынша былтыр Ақтөбе, Қостанай, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан және Шымкент қалаларында 5 жоба бойынша қаражат мүлдем төленбеген деген ақпарат шықты.
Бұл аталмыш аймақтардың жобаға деген салғырттығы ма, қалай түсіндіре аласыз? Бұл былай болады. Мына қаражат сол әлеуметтік корпорацияға түскеннен кейін облыстық, бұлар мына жасалып жатқан жаңағы өздерінің игеріп жатқан мынау шаруашылық бар ғой, шаруа қожалықтар, соның істелген жұмысына ғана төленеді. Мысалы айтайық, ол бүгін 1 миллиардқа жұмысын істеп актысын алып келді ма, сол актысын қол қояды да ақшасын аударады. Келесі айда ол 500 миллион қалып келді ма, яғни айтқанда оны толайым ақша қалып қойды деген сөзіміз, біз жаңағы егерде алдын ала ақша аударуға болмайды бізге. Біздер игерген ақшаны аударып отыр да, сондықтан бұл мысалы сіздің айтып отқан нелеріңіз, облыстарыңыз нақты жаңағы салынып жатқан уақытында болмайтын болса оборудование келмей қалады. Өйткені оборудованиялардың барлығын білесіздер, ол шетелден келетін оборудованиялар барлығы. Сондықтан өзі келмегеннен кейін оборудование ақшасын аудармай қалады да. Ал жалпы біз тағы айтып отырмыз, 100% оны біздер өзіміз бақылап отырмыз. Оның барлығы кәдімгі өзінің графигіменен келе жатқан дүние. Сондықтан біздер білеміз, осындай бұл жұмыстың кестесіне сәйкес осындай игерілмеген ақшалар болады, бірақ біздер жаңағы оны мынау жылдың аяғы келіп қалды, сондықтан ақшаны аударып жібер, артынан ондай жоқ бізде. Бәрін дерекпен дәйек қолымызда болған кезде ғана аударасыздар. Біздер біздің жаңағы мақсатымыз да сол. Оборудование келгеннен кейін, мал келгеннен кейін, көзіміз көргеннен кейін, сосын бар ақшасын аударып отырмыз. Біз айтып отырмыз, ешқандай ақша предоплата деген сөз болмайды, ол мемлекеттің ақшасы. Соның арқасында біз айтып отқан жаңағы 117 фермаларда біздер бүгін проблема көріп отқан жоқпыз. Егер де жоқ, жаңағы ақшаны игеру керек деп кетіп қалатын болсақ, онда артынан проблема болып қалуы мүмкін. Ол демек бармақ басты көз қыстылыққа да алып баруы мүмкін. Жақсы, енді елімізде тауық етіне деген импорт қаншалықты қазір? Қазір 21% тауық етіне. Біздер 79%-ды өзіміз өндіреміз, жаңа мен айттым, жоғарыда 358 мың тонна егереміз. Бірақ біздерде қазір осы тұрған уақытта былтырғы жылы 8 жаңағы фабрика қосылатын болса, қазіргі жағдайда үлкен біздерде Алматы облысында проекттер 100 мың тоннадан жоғары проекттеріміз қазір өзінің іске асыруға кірісіп жатыр. Біздің өзіміздің отан өндірушілердің жасап жатқан жаңағы үлкен проекттері бар. Біз оны қарап отырмыз. Осы 1-2 жылдың ішінде 12 проект қазір іске асады деп отырмыз. Сондықтан бұл тәуелділікті біз 1-2 жылдың ішінде біз жабамыз. 100%-ға. 100%-ға. Жақсы, енді қазір ең үлкен мал шаруашылығындағы мәселе, оны өзіңізде бағана сөзіңізде арқау еттіңіз, жем-шөп базасын құру мәселесі. Бұл тұрғыда сіздің өзіңіздің бір докладыңызда мынандай сөз айтқан екенсіз, соның цитатасын келтірейін. Көп жылдық шөптердің ескі және сирек кездесетін шөптерін жасарту және қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар енгізілді деген екенсіз. Әрине, біздің бұл тұрғыда білгеніміз 19, білмегеніміз 99 қойға. Осыны тарқатып айтып беріңізші, не айтқыңыз келді? Біздер 2024 жылы ауа райы өте қолайлы болды. Өздеріңіз білесіздер. Сондықтан біз оны пайдаландық. Жоспардан 1,5 есе біз мал азығын дайындап алуға мүмкіндік берді. 35 миллион тонна біз шөп дайындадық. Біздің жоспарымыз 27 еді, миллион тонна еді. Біздер қазір құрама жем 2 миллионнан жоғары дайындап алдық. Сүрлем дайындап алдық 2 миллионнан жоғары тонна. Сондықтан барлық мүмкіншілігімізше пайдаланып жақсы осы мал азығын былтыр дайындадық. Биыл қыстан аман-есен жақсы шықтық. Енді біздерде осы малдың азығын дайындау өзіміздің дорожный картамыз бар. Оны қадағалап отқан біздің премьер-министрдің орынбасары Серік Мақашұлы бізге тапсырма берді. Сол
картаны біз дайындадық. Ол картада 3,8 миллион гектарға дейін біздер мына мал азығын егуіміз керек. Соның ішінде 680 мың гектар жерді кәдімгі 1 жылдық шөп егуіміз керек. Сондықтан барлық жоспар жасалған. Сосын және де бұл жоспар әр облыстармен келісіп, облыстың әкімдерінің орынбасарларымен жекпе-жек. Біздерде просто бір цифр емес, міне мысалы 50 мың емес, біздер 50 мыңды кім егеді, қай хозяйство егеді, қай ауданда, қай сельский округта, соған дейін біздер жіктелеп декомпозиция дейді, солай жасап қойдық. Оның енді тұқымы керек қойған, енді егетін болсын. Сондықтан біздерде өзімізде сол наноц жаңағы өзіміздің ұлттық неміз бар. Соған тапсырма бердік. Қазір жылда жаңадан тұқымдарды олар шығарып жатыр, ұйымдастырып жатыр, өздеріңіз білесіздер. Бұл жөнінде де үлкен тапсырма берген болатын. Отандық тұқымға біздерде өзімізге өндіріп, сырттық тәуекелдіктен арылуымыз керек деген. Осы мақсатта жұмыс жасап жатырмыз. Біздер сол өзіміздің жаңағы аграрный наукамен айналысатын өзіміздің подразделениеміз ғой, Министерство сельского хозяйствоға жатады. Соларға тапсырмамыз бар. Мынандай шөптің тұқымдарын, егетін шөптердің тұқымдарын дайындап бер деп солай дайындап жатыр. Сондықтан бұл тұқымға тәуелділік жоқ. Біз бұл мәселе жөнінде солай деп шешіп жатырмыз. Енді өздеріңіз білесіздер, бұғанда біздерде жаңағы субсидия береміз. Себебі алған тұқымына субсидия береміз. Біздер бұл жем шөпті дайындау мақсатында біздер қазір 50%-ға дейін субсидия беріп жатырмыз, ұңғымаларды жасаған үшін. Қазір бұл мәселелерді Маңғыстау облысы, Атырау облысы, басқа облыстарда көтеріп жатыр, 80%-ға дейін өсірсе субсидияны. Бұл мәселені 30%-ын жергілікті атқарушы органдар берсе деген. Бұл мәселені қарастырып жатырмыз. Яғни айтқанда, қазір суармалы егіспенен егерде жаңағы гектар көбейіп жатыр, ол суармалы егісте ешкім онда бидай екпейді, онда өздеріңіз білесіздер, онда арпа екпейді, онда мал азығы менен я болмаса көкөніс егеді. Сондықтан бұған да біз мән беріп жатырмыз да, қазір егерде суармалы егіске жаңағы құрал жабдықтар алатын болса, өздеріңіз білесіздер, онда 50%-ды республикалық бюджеттен субсидия береміз, 30%-ды жергілікті атқарушы биліктер субсидия береді құрал жабдықтар сатып алған үшін. Осының барлық егерде мал азығы жақсы болатын болса, ол дайындалатын болса, ол мал шаруашылығының дамуының кепілі болып есептеледі. Жалпы енді қазір субсидиядан қарағанда жеңілдетілген несиеге көшу мәселесі өте өзекті талқыланып жатыр ғой. Мал шаруашылығына бұл қатысы бар ма? Бар, әрине. Біздер мынау бордақылау алаңдары негізі мал сатып алу керек. Ол мынау тауар өндірушілер оған алып келіп мал тапсырады. Оған қазір біздер сол айналымға қаражат есебінен 5%-бен тікелей 50 миллиард сом ақша бөліп соған берейін деп жатырмыз. 48 миллиард сом ақша қайта өңдеуге бізге биылғы 2025 жылдың бюджетінде ауыл шаруашылық министрлігі қарастырылған. Соның есебінен біздер қайта өңдейтін мясокомбинаттар дейміз, қайта өңдейтін жаңағы заводтарға, ет өңдейтін заводтарға, соларға айналымға 5%-дан қаражат беріп жатырмыз. Олар да сол мал сатып алу үшін. Енді тапсырған адамдарға, шаруашылықтарға айтты, жаңа 200 теңгеден 1 килограммға біз төлейтін едік, қазір енді соны өсіріп 300 теңгеден 1 килограмм жаңағы салмаққа қаражат төлейін деп отырмыз. Яғни бұл жердерде субсидия бар. Енді тағы да бір мәселе, енді асыл тұқымды шаруашылықтарды дамыту мақсатында қазір сол асыл тұқымды қашар сатып алуға, асыл тұқымды бұқа сатып алуға біздер баяғы сыбаға бағдарламасы дейтін болды. Сол сияқты 5%-дан 6 жылға сондай бағдарламаны
қарастырып жатырмыз. Бұл қазір қарастырылып жатыр, жүзеге асқан жоқ. Бұл Қай этапта тұр? сыбаға бағдарламасы жөнінде біздер қазір оған ережелерін дайындап жатырмыз. Ал жаңағы оборотный схема бойынша жоғары айтқан мясокомбинаттарға, болдақырау алаңдарға ол іске асты. Уже біздер ол правиланы тіркедік. Яғни айтқанда биыл осы мамыр айынан бастап ол қаражаттарды біз шаруашылықтарға беруге бастаймыз. Жақсы. Енді мына министрлік тарапынан етті мал шаруашылығын дамытуға биыл 24,5 миллиард теңгеге 10 жоба қаржыландыру жоспарланған деп оқыдық. Бұл жобалар қандай жобалар, және бұл фермерлерге түптеп келгенде біздің отандастарымызға, тұтынушыларға қандай пайдасы тиеді? Өте жақсы сұрақ. Себебі біздер уақытында осы бір топ бизнес өкілдеріменен бізді Серік Мақашұлы басқарып, облыстың, өңірлердің басшылары бар, бірсыпыра сол осы проекттермен айналысамыз дейтін Австралияға барған болатынбыз. Соның қазір Австралия технология бойынша біздер 5 үлкен ірі шаруа қожалықтар айналысып жатыр. Бүгінгі таңда осы биыл 12 проектіні 30 миллиард теңгенің аясында іске асырайын деп жатырмыз. Бұл жерде 2 ірі мясокомбинат бар. Біреу Түркістан облысында Қайбата дейтін шаруа қожалық дайындап жатыр. Екіншісі мынау Семей өңірінде қаласының қасында, Абай облысында, онда да мясокомбинат салайын деп жатыр. 2 мясокомбинат Қостанай облысында, сосын Батыс Қазақстан облысында ол модернизациядан өтіп жатыр. Бұдан басқа біздер мынау сол 5 шаруашылықтар өздерінің бортақы алаңдарын кеңейтіп жатыр. Жаңағы айтып жатқан 5 шаруашылық 50 мың тонна экспортқа ертең жаңағы ет шығарады. Біздің есебім бойынша бұл 26 жылы жаңағы жылдың аяғында 5-еуді іске қосылу керек, мясокомбинаттар іске қосылу керек деп тұрмыз. Барлығы жұмыс жасау керек деп тұрмыз. Сонда бізге 50 мың тонна экспортқа мүмкіндік береді. Осындай үлкен жобаны жаңа айтуыңыз дұрыс. Біз жасап жатырмыз. Ол да тікелей жаңағы үкіметтің қадағалауында, назарында. Жақсы, енді мына ойды ой қозғайды. Осы сөзіңіз айтып жатқан кезде мына кезекті бір сұрақ айтпай кетпеске болмас. Ғылым мен тәжірибенің арасын байланыстырған абзал. Бұл ретте сіздер қандай жұмыс атқарып жатсыздар? Біздер біріншіден мынау Францияның Сенетекс дейтін компаниясы бар. Сол компаниясымен біздің асыл түлік өзіміздің акционерлік қоғамымыз екеуі келісімшартқа отырып қазір бірге жұмыс жасап жатыр. Мына біздің қазақтың ақбас тұқымы менен және әулікөл тұқымы бар. Соның потенциалын әрмен қарай жоғарылату мақсатында сол өзіміздің Жаңғырхан атындағы Батыс Қазақстан университеті, біздің Алматыдағы өзіміздің аграрлық техникалық университеттер осы мәселемен тығыз байланыста жұмыс жасап жатырмыз. Осы компаниялармен селекциялық геномдық мәселе жөнінде айналысып жатырмыз. Себебі малдың сапасын қазір көтеру үшін осы мәселелермен айналысуымыз керек. Біздер өзіміз жиі олармен кездесіп отырмыз. Осы кеш емес, осы алдың күні мен кездесулерді Францияның осы тиісті осы салаға жауап беретін, осы саланың сол Сенетекс жағынан басқарып отырған адамдармен мен кездесу жасадым. Біздің ауыл шаруашылық министрлігінде бұл жүйелі біздің жиналған уақытта кездесулеріміз болады, сұрақтарымыз әрмен қарай сол осы саланың әрмен қарай дамыту мақсатында. Біз енді қазір ғылымсыз ештеме дамымайды. Сондықтан біздер біліп отырмыз да, біздің өзіміздің
қазір бір тапсырмамыз, біздің өзіміздің бір қазіргі өзімізге қойып отырған міндеттердің бірі сол мына жаңадан жылдамырақ жаңа ұрықты пайда болуымыз керек. Қазір өзіміз айтамыз, сексированный семя дейміз. Ол ұрғашы малды, ұрғашы жаңа бұзауды алу мақсатында қазір өзіңіз білесіздер, мысалы мына сүт тауарлы фермелерде 96% жаңағы қолдан қашырады да 96% ұрғашы бұзау алады төлді. Біздерде қазір мынау өзіміздің ойымыз, мынау қазақ ақбас пенен жаңағы өзіміздің әулиекөл тұқымдас сиырларды осындай қашу арқылы ұрғашыны көбейтіп, оның санын көбейту. Осы мақсатта да біздер үлкен жұмыстар жасап жатырмыз. Енді жаңғыз бұл тек қана бір екі порода емес, әр институттар әрлік өзінің тұқымдарыменен бұндай айналысып жатқан жайлар бар. Қой шаруашылығында болсын, жылқы шаруашылығында болсын, өздеріңіз білесіздер, президенттің тапсырмасына сәйкес Ақтөбе облысында өзің қазақ жылқы және мынау мал азығын дайындайтын институт ашылды. Бұнда да осы сапасына, жылқының, оның тұқымының әрмен қарай дамуына көп мәселе жаңағы бөліп жатырмыз. Елімізде тере өңдеу мәселесі ақсап тұр. Келісесіз бе? Келісеміз. Енді осы бағытта қазір өзіңіз білесіз, мына Түркістан мен Абай облыстарында екі ірі жобаны жүзеге асыруға ниеттеніп жатсыздар. Жалпы жоба қалай жүзеге асады? Оның мақсат мүддесі қандай болады? Біз жерде ең маңызды мәселені айтып кетуіміз керек. Жуырда тікелей премьер-министр Олжас Абаевичтің тапсырмасына сәйкес ауыл шаруашылығы министрлігінің бұйрығы шықты. Бұл жерде біздер жаңағы шикі теріні шығару үшін Қазақстанның экспортқа 200, жүнді шығару үшін 50 евро пошлина салып тастадық. Себебі бүгінге дейін осындай пошлина болды. Ол да мынау сыртқа шығаруға бір тежеу болды деп айтуға болады. Біздер енді бұл жерде айтып кетуіміз керек, егерде Қазақстанда 2,8 миллион дана 2024 жылы ірі қараның терісі өңделсе, соның 2,4 миллионы, 2,4 миллион, яғни айтқанда 86% өңделген жоқ. Ол үлкен цифра. Сондықтан бұл мәселенің барлығын біздер қазір жұмысты өзіміз ойланып, жоспар жасап, ауыл шаруашылығы министрі жүргізіп жатыр. Енді қазір Алматыда инвестор осы желатин теріден шығаратындай өзінің проектісін жүргізіп жатыр. Жаңа өзіңіз айтып кеткен өңірлерде өңдеуге жаңағы өзінің бұлар жұмыс істеп тұрған жаңағы кәсіпорындар екеуі де бұлар өздерінің көлемін үлкейтіп жатыр. Оған біздер жүн мәселесіне келетін болсақ, Казфлекс дейтін Ақтөбеде жүн өңдейтін, қабылдайтын, одан мынау утеплитель шығаратын завод міне қазір шілде айында іске қосайын деп жатыр. Осындай жұмыстарды жұмыс жасап отырмыз. Оны жұмыс жасау үшін, оны инвесторда келу үшін оған әрине субсидия қарастырылып жатырмыз. Егерде жүн өңдейтін, тері өңдейтін бір үлкен кәсіпорындар ашам дейтін болатын болса, салам дейтін болатын болса, оған 25% біз инвест субсидия беріп жатырмыз. Алып келген оборудованиесіне жаңағы субсидия қарастырылған. Жалпы осы саланы дамыту үшін біздер өзіміздің де қабылдаған министерствоның ережесіне сәйкес көптеген субсидияны қарастырып жатырмыз. Соның бірі биылдан соң осы қазір біздер правиланы тіркедік. Мынау
осындай өңдейтін кәсіпорындарға тапсырылса, онда килограммына 200 теңгеден жүнге мысалы субсидия төлейді деп жатырмыз. Яғни айтқанда тапсыратын адамдарды ынталандырып жатырмыз. Өйткені кәсіпкер бір инвестор алып келіп, қайта өңдейтін бір үлкен кәсіпорын салса, оған ертең не керек қой, шикізат керек қой. Сондықтан оны да қарастырып, біздер ауыл шаруашылық министрлігі осындай шараларды қабылдап жатыр. Жақсы, енді ветеринария саласында өзіңіз жетекшілік етесіз. Сондықтан бұл сұрақты қою менің негізгі міндетім. Қазір өзіңіз жақсы білесіз, көктемгі дала жұмыстары қызу басталып жүріп жатыр. Осы тұрғыдан келген кезде мына шегіртке, кесіртке және басқа да зиянкестердің мәселесі күн тәртібіне күрт көтеріледі. Жалпы қазіргі уақытта осы зиянкестердің таралуы мүмкін аумақтарға қанша көлемде зерттеу жүргізілді, қаншауынан биылғы жылы шегіртке шығады деген қауіп қатер бар? Өздеріңіз білесіздер, былтыр жаңағы үлкен жұмыс атқарылды. Тікелей премьер-министрдің орынбасары Серік Мақашұлының осы ай сайын өткізген өзінің жиналыстарына сәйкес біздің өзіміздің ауыл шаруашылық министрі Айдарбек Сепиұлының өткізген ай сайын жаңағы жиналыстардың нәтижесінде және өздеріңіз білесіз, вице-министрлер барлығы осы өңірлерде осы үлкен назарға алып, осы жұмысты қадағалады берген тапсырмасы сәйкес. Соның арқасында былтыр ешқандай шаруашылық зиян шеккен жоқ. Барлығы қандай жақсы егін болды, соның бәрін аман есен алып қалынды. Соның нәтижесінде үлкен жақсы өнім алдық. Биылғы жылда бұл өзі үлкен назарда тұр. Себебі шегірткенің бір көбею бір уақытта бір цикліне байланысты. Бір 2011-2012 жылдар осындай бір үлкен жаңағы көп болып бір цикл келді. Енді міне былтыр, биыл 2 жыл жақсы жұмыс жасайтын болатын болсақ, бұл 2026 жылдан бастап бұйырса, бұл жаңа төмендеу керек деп тұрмыз енді. Енді күздігіні бұның барлығы біздің методический центрлер бар бүкіл облыстарда. Сол барып тексеріліп, қай жерде шегіртке өзінің жұмыртқасын салды, соған байланысты координаттарын GPS-пен салып белгілеп, соған байланысты қорытындысын береді әр облыста. Менде мынандай жер бар өңдейтін, менде мынандай жер бар деп. Одан соң көктемде барлығы қар еріп бәрі болғаннан кейін, соның қаншама выживаемость болды, қаншама соның енді жаңағы мынау ауа райына сәйкес қатты аяз болса, болмайтын болса, көп ғал болатын болса, бір оның өзді зиян келеді, соған байланысты қарайды да, сосын айтады, мынандай результаттар біз берген осындай жаңағы көлемді площадьтан енді мынандайға біз азайтамыз, себебі мынандай повреждение бар деп айтады. Сондықтан оның барлығы уже жасалып өтті. Ал ауыл шаруашылық министрлігінің комитеттің өзінің инспекцияның жұмысы ол уақытында мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырды. Бүкіл тиісті дәрілерменен онымен жаңағы техниканы, қандай техника ол дәрілермен жұмыс жасау керек еді, соны тағайындады. Қазір бүкіл облыстарда тиісті техника, тиісті дәрі-дәрмектің бәрі бар тұр. Әр өңірлерде өзінің уақыты бөлек, ол ауа райына байланысты. 2 миллионнан жоғары жаңағы гектар өңделеді деп отырмыз республика бойынша. Сондықтан оған барлығына тиісті өзінің дәрілері, тиісті техника барлығы қамтамасыз етілген қазір осы тұрғылықты. Енді қазір өзіңіз айтып отырсыз, жалпы біздің Қазақстанның нарығы импортқа да, экспортқа да ашық нарық. Бұл тұрғыдан келген кезде ветеринарлық саланың алатын орны ауқымды. Себебі азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі
қазір өте өзекті. Бұл реттен қарасақ, сіздер, яғни сіз жетекшілік етіп отырған мекеме сертификаттар береді. Бұған қазір қандай өзгерістер еніп жатыр, қандай талаптар қойылып жатыр, бағанағы импорттан келетін тауарларға? Жалпы ветеринария саласының бір маңызды бір мәселесі қазір біздер айналысып жатқан. Бұған дейін де осы 5 рет ветеринария саласын реформа жасаған екен. Бірақ оның нәтижесін біздер осы қазір көріп отырмыз ғой. Мәселе реформа емес, қазіргі біздердің саламыз ауыл шаруашылығы министрлігінің тікелей тапсырмасыменен қазір біздер нақты точный жұмыстарды атқарып жатырмыз. Яғни айтқанда, заң бар, тиісті тек қана өзгерістерді енгізіп отырмыз, нағыз керек жерлерге өзгеріп отырмыз. Сондықтан осындай жұмыстарменен нәтижелі жұмыс жасап жатырмыз. Бірінші мәселе, біздер айналысып жатқан цифровизациямен айналысып жатырмыз. Цифровизация ол мынау қазіргі бүкіл ашықтықты көрсетеді. Сосын халықтың өзінің сұранысын тез арада оған шешіп беруге мүмкіндік береміз. Және біздер мына дүние жүзінде қазір мына ЕС пенен біздер барлығыменен қазір Европа одақтарымен бәрімен интеграция жасайын деп жатырмыз. Интеграция жасау деген сөзіміз біздің службаларымызды ол не көрсетеді? Біздің егерде біздерге Қазақстанға бір жаңағы Ресейден бір қаласынан осы өнім тиеліп жатса, біз оны көріп отырамыз. Міне мынандай сертификатпенен мынандай жерден бізге өнім шықты, мынандай жерге ол өнім келу керек, деп ол қандай түрі келе жатқан, біз оны өзіміз жаңағы границада, шекарада алатын өнімдерді тексереміз, сапасын қараймыз, әрмен қарай рұқсат береміз деген сияқты. Сондықтан осының барлығы біріншіден цифровизация, екіншіден жаңағы қосымша мына экспортерларға кедергі жасамайды. Себебі кәдімгі егерде қағазша болатын болса, оның барлығы уақытты көп болады, және біздің кәсіпкерлердің да несін мазасын алады. Қазіргі жағдайда барлығы да электронный, заявкасын электронный береді. Біз оған бір 4-5 сағаттың ішінде сол сертификатын шығарып беруге мүмкіндігіміз бар. Екінші мәселе, мынау малдың біздерде ең күрделі мәселенің бірі ол малдың есебін жүргізу. ИСЖ дейміз. Қазір осы мәселемен қатты нақты айналысып жатырмыз. Мына дүние жүзінде ол былай қазір. Егерде бір біздің өнімізді біздер сыртқа шығарайық десек, заң бойынша сол елдің біздің өнімімізді алатын ел біздің ветеринария саламызды келіп инспекция жасайды. Келіп қарайды. Бүкіл службамызды. Қалай біз малда жаңағы диагностика жасап жатырмыз, қандай вакцинамен егіп жатырмыз, жаңағыдай аса қауіпті аурулар бар ма жоқ па, соның бәрін тексереді, соның ішінде материальный базамызды тексереді келгенде. Сондықтан қазір премьер-министрдің тапсырмасына сәйкес, мынау біздерде президенттің тапсырмасы бар, 2,5 есе өзіміздің агропромышленный комплекстің өзіміздің өнімдерімізді арттыруымыз керек 28 жылға дейін, 30 жылға дейін. Соған сәйкес бізде дорожный карта бар, қалай орындауымыз керек соның саласында премьер-министр біздерге индикаторлар жазып бекітіп берді. Индикаторлардың ішінде қаншама ветеринарный пункттар салу керек екен, қаншама ветеринарный жаңағы убойный пункттар салу керек екен, қандай қауіпсіздік мақсатында қаншама мал қорымы, өлген малдардың қорымын салу керек екен, сондай индикаторлар бар. Ол неге керек? Біздер мына қазір дүние жүзі қалай жұмыс жасап жатыр, бізде солай жұмыс жасауымыз керек. Кеше бір жаңағы Алматы облысында вспышка болды, былтыр 24 жылы. Сонда барып біздер зерттедік. Ветеринарный врач өзінің қарауында 5800 бас ірі қара бар, 17.000 бас қойы бар, 1200 бас жылқысы бар. Бір сельский округтың әкімінің кабинетінде отыр, бір бөлмесінде отыр.
Оның ішінде оның біздер ветеринарный пункт, ветеринарный дәрігер деген не деген сөз? Ол оның вакцинасы бар. Жаңағы сақтау керек, оны келгеннен кейін егетіндей. Ол бүгін диагностика алса, ол сол диагностика алған пробалардың барлығын сарайда, үйінде сақтамау керек. Ол сол өзінің сақтайтын орны болу керек, яғни холодильный оборудованиесі болу керек, басқа болу керек. Ал енді бір сельский округте қандай мүмкіндік бар ондай жағдай істеуге? Сондықтан бір кабинетте өздері 3-4 адам болып отырады мысалы. Сондықтан оның барлығы ертең алып келеді да сапасыздыққа, біздің жұмысымыздың ветеринардың сапасыздығына алып келеді. Екіншіден халықтың сенімін жоғалтады. Анау менің диагностикаға алып еді, мен малымның жаңағы несін, исследованиесін. Оны сарайына апарып қойған, біздер көріп отырмыз ғой деп айтады. Сосын оның артынан шыққан результатына кім сенеді мысалы. Сондықтан біздер қазір екінші мәселесі оның біз айтып отырмыз да, мысалы жаңағыдай малды бір жаңағы ветеринарный врач үлгермейді, мысалы үйді жағалап әркімнің жаңағы ауласына кіріп жаңағы диагностика, онысы вакцинация жасауға. Сондықтан премьер-министр тапсырма берді, тиісті ветеринарный пункттар салып жатырмыз. Ветеринарный пункттың да біздер уже үлгісін алдық. Әр ветеринарный пункт 14 миллион теңге ақша тұрады. Оның ішінде вакцина сақтайтын, диагностика сақтайтын бір бөлмесі бар. Егер де сырттан келген патоматериал болатын болса, аса қауіптілердің оның екінші есігі бар, одан келіп қабылдайтын адамның орны бар. Біздің базаны жүргізіп отыратын бүкіл жаңағы оның жаңағы мал дәрігерлерінің өзінің орны бар. Яғни айтқанда қасында малды егетін жаңағы расколы бар, және қойды көккеге түсетін оның көпкісі бар. Яғни айтқанда бұл комплекс. Сонда бір врач егер де осындай расколы болатын болса, ол жаңа малды үлгеру мүмкін. Өйткені оның барлығын жұмысты жеңілдетеді. Ал енді жағалап жүріп, үйде жағалап жүріп, оны ондай жаңа манипуляциясын бәрін жасау мүмкін емес. Сондықтан қазір тікелей премьер-министрдің тапсырмасына сәйкес бүкіл өңірлер осы ветеринарияның инфраструктурасына байланысты жұмыстар жасап жатыр. Биыл 748 объект салынады деп отырмыз. Ветеринарный пункт бар, ветеринарный убойный жаңа пункттар бар, ветеринарный жаңағы салынатын скотомогильный деп тұрмыз. Болмайтын болса инсинератор деп тұрмыз, машина деп тұрмыз. Қазір мына дүние жүзі мына мал қорымын, өлген малдарға мал қорым салуды тоқтатты қазір. Былтырғы жылы қараша айында Россия Федерациясы да шектеу қойды салуды. Себебі қазір мынау машиналар бар. Сол жаңағы өлген малды өртейтін. Олардың бір тиімділігі әрмен қарай жаңағыдай бір сан көбейте бермейді да, құрылыстың жаңағы оның ертең жері бүлінеді жаңағы. Сондықтан қазір машиналар өртеп жібереді, одан ештеңе қалмайды. Сондықтан сондай біздерде қазір тапсырма беріп жатырмыз. Мал қорым салғанша ол ойдай қаражат талап етеді. Одан қайта машина алу керек, машина мобильный, ана жерге барады, если бір ауру пайда болып жатса бар өртеп жібереді, қайтып келеді, орнына тұрады, ана жерде болатын болса өртеп жібереді. Сондықтан қазір сондай да әдістерді пайдаланып жатырмыз. Дүние жүзінде қандай әдістер бар. Яғни айтқанда жаңа жұмыс, жаңа тәсілмен жұмыс жасап жатырмыз. Сіз ветеринария саласындағы өзгерістер жайлы әңгіме айтып отырсыз. Оның ішінде инфрақұрылым дамыту мәселесіне ерекше тоқталдыңыз, бірақ сізде бізде жақсы білеміз, бар мәселені шешетін ол кадр. Осы тұрғыдан мен сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Ветеринар мамандардың бүгінгі жағдайы қалай болып жатыр? Біздер мойындауымыз керек, оның бітіргеннен кейін 80%-дан жоғары ауылға бармай жатыр. Барлығы осы жерде қалалардың клиникасында қалып қояды, жұмысқа болмайтын болса лабораторияға жұмысқа тұрады. Сондай жұмыстармен барып жатыр. Сосын 65% осы ветеринария мамандықты бітіріп жатқаннан қазір қыз балдар. Ол біріншіден өздеріңіз білесіздер, мынау ЕНТ-ға байланысты, екіншіден алған балаларға байланысты, үшіншіден жаңағы қазіргі заңға сәйкес әрбір бітіріп жатқан, оқуды бітіріп жатқан выпускник 3 па жаңа институтқа тапсыру мүмкін, құжаттарын тапсыру мүмкін. Біреуіне өте алмай қалса, екіншісіне өте алмай қалса, үшінші жаңа ветеринарный биологияға тапсырған, пәніне тапсырған болатын болса, ветеринарный институтқа түседі қояды.
Сосын оны бітіргеннен кейін жаңағы ауылға бармайды, ол сияқтағы жұмыста тауып алады, жеңілдеу жұмысты. Сондықтан біздер енді қазір бұл мәселені жаңағы тиісті министрліктермен жұмыс жасап жатырмыз. Қалай біздер бұны өзгерістер жасауымыз керек? Себебі біздер ауылдан жаңағы тұрып, сол жерде өскен, сол жерде жаңағы жұмысқа баратындай, қайттан ауылға, сондай жаңағы институтты бітіріп қайттан еліне қайтатындай адамдарға жол ашуымыз керек. Мүмкін оның неше бір біздер қазір осы жоғары оқу министрлігіменен қазір талқылап жатырмыз. Оның қандай варианттар болады екенін бірнеше жаңағы қазір ұсыныстар түсіп жатыр. Бұл мәселені жоғарыда шешуіміз керек. Екінші мәселе, біз жалақы өте төмен. Институтты бітіріп ауылға барып жұмыс жасайтын ветврачтың айлығы 207 мың теңге. Ал енді жаңа айтып отырмын, қаншама малды ол егу керек, қаншама малды бұл диагностика жасау керек. Ең басты жауапкершілікті айтсаңыз. Жауапкершілігі жоғары, дұрыс айтасыз, жауапкершілігі жоғары. Біздер президенттің берген тапсырмасы бар, осы ветеринария реформалау деген, соған сәйкес біз заңды қазір біздер парламентке жіберуге дайындалып жатырмыз. Сол заңның аясында біз қазір 26 миллиард сом ақша осы айлықты көтеру мақсатында қаралып жатыр. Енді соны біздер қазір мынау республикалық бюджеттің комиссиясының қарауына ұсынуымызды ойлап отыр. Егерде осы қаржы министрлігі қолдаса, онда біздер мынау еңбек ақысын ауылдағы ветврачтардың көтеруге мүмкіндік болады. Ол, мен ойлаймын, болашақта үлкен жаңағы өзінің бір нәтижесін береді. Жақсы, рахмет. Енді қазақ айтады ғой аға, жылқы малдың патшасы, түйе малдың қасқасы дейді. Елімізде түйе шаруашылығы неге кенжелеп тұр? Осыдан 10 жыл бұрынға қарайтын болсақ, ол 59%-ға өсіп тұр. Мал сан айтатын болсам. Енді біздер мән түйенің өсуіне беріп келе жатырмыз. 18 мың тоннадан артық, 18,4 мың тонна сүт өндіріледі жылына. 9 түйе сүті, 9,2 тонна, енді 10 мың тоннаға жуық ет өндіріледі түйенің. Жылда-жыл ол өсіп келе жатыр. Сондықтан жалпы біздер оған 824 жылы 805 миллион теңге субсидия түйе шаруашылығына бердік, дамуына. Біз бұны қарап келе жатырмыз. Бұл біздің назарымызда 3 түрлі субсидия береміз. Түйені сатып алғанда берілеміз. Түйенің сүтін алғанда 55 теңге жаңа тапсырған адамға жаңаға береміз. Және мал азығына субсидия беріледі. Осы 3 позицияменен түйе шаруашылығына субсидия беріледі. Жалпы біздің қазір қарап отырмыз, өзіміздің түйе шаруашылығында біз кежелеп қалды деп айта алмаймыз. Біз өзі дамып келе жатыр. Өзінің өткен жаңағы мен айтқан цифрлардың барлығы жоғары өсіп кеткен түйенің шаруашылығын айтады. Бұл әрмен қарай дамыту үшін біздер енді оны өңдеуіміз керек. Сол өңдеген уақытта енді оның мынау порошок есебінде өңдегеніміз жақсы, себебі оның срок хранениесі, сақтау мерзімі ұзарады. Себебі ол маңызды зат. Сондықтан қазір 25%-ды жаңағы субсидияны осы заводтар салатынға, оборудование беретіндерге біздер қазір көбейтіп жатырмыз. Не нәрсені даму үшін де белгілі бір тараптан сұраныс керек екені белгілі ғой. Түйенің еті мен сүтіне деген ішкі және сыртқы сұраныс қазір қалай? Түйенің қазір сүтіне сұраныс жоғары.
Бүгінгі ішкі сұраныс па? Ішкі нарықта? Ішкі нарықта да, сыртта да, нарықта да. Біздерде қазірдің өзінде өздеріңіз білесіздер, біздер сыртқа шығарып жатырмыз түйенің сүтін, ана порошок есебінен, ұнтақ есебінде өңдеп, мысалы, мен айтайын, мына Түркістан облысында өңделіп үлкен завод бар, өңделіп Қытай республикасына жіберіп жатырмыз қазір. Сондай мынау неде Қостанай облысында да сондай завод бар. Енді біздер қазір осыны дамыту мақсатында субсидияны мына түйенің шұбатына 55 теңгеден 180 теңгеден көтерейін деп жатырмыз. Осының барлығы бір үлкен неме береді деп отырмыз. Сұраныс мына түйенің сүтіне өте жоғары. Ал етіне келетін болатын болсақ, енді еттің оның өзінің пайдаланатын елдер бар, спецификасы бар. Біздер өзіміздің ішкі нарықта жаңағы жылда өсіп келе жатқаны, мысалы, бір жыл бұрын 2023 жылы 8 мың тонна ет өндіріліп пайдаланса, былтыр 9,2 мың тонна деп тұрмыз. Сондықтан бұл да еті де өсіп келе жатыр, значит, бұның да жаңағы сұранысы бар деген сөз ғой. Жақсы. Енді мына түйін сұрақ болсын аға. Қазір балық шаруашылығын өзіңіз айттыңыз. Шын айту керек, жақында біз мына батыс өңірде болдық, оның ішінде Атырауда, Ақтауда болдық. Осы балық шаруашылығын дамып жатқан көзімізбен көріп, қолымызбен ұстағаннан кейін, шын айту керек, бір ерекше қуандық. Тамаша бастамаларды көрдік. Жалпы енді бұл статистикамен де үйлесіп тұр екен, себебі сіздердің берген деректеріңіз бен дәйектеріңіз бойынша балық өсіру 23 жылмен салыстырған кезде былтырғы жыл 28% артқан деп беріп отырсыздар. Жалпы бұл динамиканы тұрақты ұстап тұру үшін министрлік қазір қосымша қандай шаралар қабылдап жатыр? Балық шаруашылығын дамыту үшін біздер мынау өсіретін шабақтардың санын көбейтуіміз керек. Сондықтан біздерде қазір біздер бастап жатырмыз. Тікелей Атырау облысына барған президентіміз барған уақытта бізге тапсырма берген болатын. Атырау жаңағы осетровый заводты соның реконструкция жасау. Қазір сол жұмысты біздер бастап кеттік. Бүгінгі таңда құрылыс жұмыстары жүргізіп жатырмыз. Бірінші этабы қазір жүріп жатыр. Екінші этабы Еркін қала дейтін жердегі заводтың, ол 2 завод өзі. Соның жаңағы құрылыс жұмыстарына 1,6 миллиард теңге ақша керек болып тұр. Сол бағытта қазір жұмыс жасап жатырмыз. Енді қазір өзіміздің қаржы министрліктерге ұсыныстарымызды жүргізіп жатырмыз. Ал екінші жаңағы бөлігін заводты, оны мынау спонсорлар есебінен табиғатқа келтірген зиян компенсационный затраты дейді, компенсацияға байланысты келтірген NCIC дейтін компаниясы бар. Соның жаңағы берген қаражаттың есебінен біздер жаңағы заводтың құрылыс жұмыстарын, жөндеу жұмыстарын бастап кеттік. Жүргізіп жатырмыз. Ол осы желтоқсан аяғында аяқталады. Екінші біздің завод Петропавл қаласында біздің балық өсіру заводымыз бар. Оның да қазір бірсыпыра жаңағы дайын проектный смета документация жасап былтыр жасағанға байланысты насосный станциялардың басқалардың жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қосымша проектный смета документация жаңағы ремонт жасауға оған да кірісіп жаңағы жақында өзіміз мемлекеттік экспертизадан қорытынды алдық. Себебі бұл заводтардың барлығы Атыраудікі болсын, Петропавловскі болсын, 30 жылдан бері ремонт көрмеген. Сондықтан біздер оборудование алмастыруымыз керек. Қазіргі заманымызға сай жұмысты жасауымыз керек. Сондықтан біздер жасап жатырмыз. Үшінші заводымыз біздің мемлекетте осы балық шаруашылығын дамыту үшін жұмыс жасап жатқан, ол Қамыршылабаштағы Аралдағы біздің заводымыз Қызылорда облысындағы.
Оның барлығын біздер қазір қарап өттік, жақсы жұмыстарын жасап жатыр. Бірақ қосымша біздер ол жерде бір комплекс үлкен жаңадан салу үшін құжаттарды жасап жатырмыз. Яғни айтқанда біз жоспарға сәйкес не істеуіміз керек бірінші, екінші сатта не жұмыс жасауымыз керек деген. Қазір біздер егерде осы балықтарды шығарудың жаңағы егерде мынау өзіміздің өзендерімізді шабақтарды жіберуді арқылы мал сосын сол арқылы барып аулауды көбейтпесек, егерде біздер шабақ жібермесек, ол аулаудың несі де азайып қалады, өзінің көлемі де. Сондықтан біз осы мақсатта тұрақты жұмыс жасап жатырмыз. Жақсы, рахмет, құрметті Аманғали Бейсенбайұлы. Сізбен біздің арамыздағы әңгімеміз осы қалың көрерменнің агросаладағы азаматтардың көңілінен шығады деген үміттеміз. Ең бастысы өзіңізге денсаулық тілейміз. Рахмет сізге де. Достар, осымен бүгінгі біздің сұхбатымыз тәмам. Бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы вице-министрі Аманғали Бейсенбайұлы Бердалин. Бастысы бауырымыз бүтін, мал жанымыз аман болсын.